1898 жылы Берлин қабырғасы құлағаннан кейін индустриалды заман аяқталып, оның орнына ақпаратты заман келді. Ақпаратты заман келген кезде өте көптеген профессиялар жоғалып кетті. Оның орнына қаншама профессиялар келді. Мысалы, қазіргі IT маманы ол кезде болмады десек те бар. Ал қазір ол әлемді басқаратын профессияның бірі болып саналады. Және де қазір онлайн дамып келе жатқандықтан сен ойлайтын мамандықтардың көбісі мүлде жоғалып кетуі мүмкін. Егер сен дәл қазір мамандықты таңдай алмай жүрсің, немесе енді ғана таңдау үстінде болсаң, немесе басқа бір мамандыққа көшкің келсе, сен бухгалтерді мысалға алып қойып, одан кейін болашақта саған қиын болуы мүмкін. Ондай шешіммен адаспау үшін дәл қазір қандай мамандық, болашақта қандай мамандықтар болатыны, болашақта қандай мамандықтар әлемді басқаратынын саған білу керек. Ендеше дәл осы видео саған арналады. Бірақ бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кет, лайк басып кет, комментария жазып кет, комментарияға өз ойыңды жазып кет, қандай болашақта мамандықтар күтесің осыны жазып кет. Бұл видеоны достарына тарат, бұл видеоны туыстарына тарат, бүкіл профессия иелеріне тарат. Ендеше кеттік, бастайық. Сонымен біздегі бірінші орын, екінші орын, үшінші орын, төртінші орын, бесінші орын деп бөлмейміз. Бар болғаны 5 болашақтың профессиясын айтайық. Кеттік. Біріншісі бұл дизайн. Сенің дәл қазір телефонды алдың, телефонды алдың, сен телефонды алғашқы бетін аштың. Дизайн. Ол дизайн. Ол экранның бүкілі ең алдымен дизайндардың ойлары. Сен экранды бұлай қарап, сен телефонды бұрдың, артына қарадың. Бұл да дизайн, өйткені телефонның өзі стилі ол дизайн. Телефонды аштың, ішіндегі гаджеттер, сол гаджеттің ішіндегі приложениялар, сол гаджеттің ішіндегі приложениялардың ойыны қалай болады, қандай стилде, олардың барлығы дизайн. Сен YouTube'қа кірдің, ол да дизайн. Мені қарадың, ол да дизайн. Өйткені менің өзімнің дәл осылардың бүкілі дизайнерлік стиль десек те болады. Обложка дизайн. Сен телефонды тастадың, айналаңа қарадың. Кровать, стол тұр, орындық тұр. Олардың барлығы дизайн. Сенің айналаң олардың бүкілі дизайн. Дизайн қазір өте көп түрге бөлінеді. Бірақ қана дизайн емес. Дизайнның өте көп түрі бар. Олардың барлығын дизайнерлар жасайды. Сондықтан да біздегі бірінші мамандығы дизайнер. Дизайнердің тағы айтамын, бір түрі емес, бірнеше түрі бар. 3D дизайнерлары, графический дизайндар. Мен өзім графический дизайнер болып істеген фриланста. Сайтмейкерлар дегенде дизайн кешірім сұраймын, бірақ түсіні, яғни сайтты жасайтын адамдар. Менеке өте көптеген дизайнның түрі бар. Сондықтан да бұл бізде бірінші бағыттағы жаңағы болашақтың мамандығы болып келеді. Келесі IT мамандықтары дегенде IT-ді қазір көптегенге бөлініп кетті. Соның ішіне біреуін таңдап айтайын, бұл блокчейн. Блокчейн жалпы қазір болашақта әлемді управлять етуі мүмкін. Экономикаға қарасақ, экономикада қазір бізге криптовалюта деген нәрсе келді. 2020 жылы, 2020 емес, 2021-2022 жылы криптовалюта деген тақырып өте үлкен өзінің пиктарына жетті десек болады. Менеке олардың бүкілі негізінде блокчейн арқылы орналасқан нәрсе. Болашақта доллар, теңге, сом, рубль, евро, осылардың бүкілі жоқ болып, олардың орнына тек қана блокчейндар мен басқа блокчейн арқылы біз ақша табуымыз, блокчейн арқылы өзіміздің қаражатымызды, өзіміздің біреуге аударым жасай аламыз, блокчейн арқылы біз біреуге перевод жасай аламыз деген сияқты. Осылардың бүкілін болашақта блокчейндар жасайды. Сондықтан да блокчейн мамандықтар өте болашақта қажет болатын мамандық болып саналады. Келесі психолог негізінде баяғыдан бері келе жатыр. Бірақ баяғыда бізде мынандай бір стереотип болатын, мен психологқа барам ба? Мен психпын ба жалпы? Мен айтшы, мен психологқа баратын мен психпын ба? Бірақ психолог деген ол психтарды тексермейді, әрине психтарды да тексеретіне бар, бірақ психолог ол адамның досы тексеріп болады. Психологқа барудан жалпы ештеңе ұялмау, ол өте маңызды болып келеді. Психолог қазіргі неге болашақта керек мамандық? Далаға шықсаң, адамдар мынандай бір фраза бар ғой. Біз аспанда ұшуды үйрендік. Біз аспанда бірдеңе жасауды үйрендік. Біз жерде
бір технология жасауды үйрендік, былай үйрендік, бірақ біз адам сияқты өмір сүруді ұмытып қалдық. Адам сияқты өмір сүруді үйренбедік. Мінекей, адамдардың қазір нервтары байқасаңдар шыдамайды, бір көп нәрсеге шыдамсыз болып келеді, көп нәрсеге сабырсыз болып келеді, кейбір нәрсеге адамдар өте уайымшыл болып келеді, стрессовый болып келеді адамдар. Осылардың барлығын психологтар жеңуге көмектеседі, және де психологтар бұндай адамдарға маңызы болып келеді. Плюс бұрынғыда қарағанда, жаңағы айтқанға қарағанда, қазіргі адамдар психологтарға более-менее көзқарасы өзгерді, және де психологтарды түсіне бастады. Ендеше психологтың да даңқы артатыны сөзсіз. Келесі біздегі профессия бұл контент-мейкер. Сен ютубта қарайтын, сенің инстаграмда қарайтын, сенің тиктокта қарайтын, басқа да бір жерде қарайтындарың, олардың негізінде барлықтары контент-мейкер. Біз контент-мейкерсіз өмір сүруді де ұмытып бара жатырмыз. Біздегі социал медиалардың бүкілін олар контент-мейкерлар жасайды. Және де қазір блогерлар саны артуда. Оның арасында мен де бармын. Ладно. Контентті өзіне алатын адамдар, яғни контентті көретін адамдар, олар өте көп саны өсіп бара жатыр. Соған қатысты адамдар көп нәрсе алғысы келеді. Ал оны создать ететін, оны істейтін, оны қабылдай білетін, және де оны шығара білетін адамдар өте маңызды. Кез келген блогердің өзінде де миллиондаған бар, оған да контент-мейкерлар керек. Блогерлардың саны артқан сайын олар кішкене адам жетіспей отыр. Осылардың бүкілін қандай контент жасаймын? Ютубқа қандай саламын, инстаграмға қандай саламын, тиктокқа қандай саламын, қандай күні не саламын, аптасында қанша рет саламын, қандай стористар саламын? Осылардың бүкілін контент-мейкерлар комитеті болады. Контент-мейкер керек мамандық. Және де онлайннан кішкене шығып, табиғатқа, біздің ұнататын нәрсемізге, біздің бұрынғыдан жібергіміз келмейтін нәрсеге керек. Бұл инженер-энергетик. Не үшін инженер-энергетик? Қазіргі таңда Tesla деген мысалы машина шығып отыр, я? Tesla ол қандай машина? Tesla ол бензин қолданбайтын, яғни табиғатқа зиянын келтірмейтін машина десек те болады. Финляндия, мысалға қателеспесем Англия, Норвегия, кешіріңіздер, Нидерландыда қателеспесем 2030 жылға дейін бензинді қолданатын машиналардан толықтай бас тартуды жөн көріп отыр. Міне, Еуропа мемлекеттері өздеріне тартылып отыр, яғни Еуропа мемлекеттері бұдан бас тартып отыр. Америкада қазір соған келе жатыр. Америкаға қатысты Канада, дамыған мемлекеттер соған келеді. Дамыған мемлекеттер біткеннен кейін әрине, мінекей дамушы елдер, біз де соған бара жатырмыз. Және де біздің артымызда дамымай қалған мемлекеттер бар, бірақ олар міндетті түрде оған келетін болады. Және де болашақта, Құдай қаласа, біз толықтай табиғатты сақтауға бар күшімізді салатын боламыз. Мінекей, бұндайға қарағанда қазіргі бұрында индустриалды заманда салынған бүкіл атомный станциялар, бүкіл қаншама газовый заводтар, осылардың бүкілі олар өзінің құндылықтарын жоғалтады. Олардың орнына энергетикамен қолданатын, табиғатқа зиянын тигізбейтін нәрселерді, заводтарды, станцияларды салғысы келеді. Олардың барын салу үшін әрине инженер-энергетик керек болады. Мінекей, біздегі 5 мамандықтар осындай мамандық. Енді бұл мамандықтарды біз болашақта қандай мамандықтар жоғалатынын айтып өтейік. Болашақта қандай мамандықтар жоғалады? Бұны түсіну үшін басындағы айтқанымызға қайтып керек. Болашақта қазір онлайн дамып келе жатқандықтан, қазір IT специалисттер дамып келе жатқандықтан, қазір ойындар көбейіп келе жатқанда, джейм стилдағы, қазір дизайндар көбейіп келе жатқандықтан, бұрындағы мамандықтар өшуі мүмкін. Бұл қандай мамандықтар? Бұл 20 ғасырда өшкен мамандықтар бар. Мысалға, будильник деген мамандық бар. Шынымен де будильник деген мамандық болды. Ол кезде мысалы қазіргіде будильник қоя салмайсың, ол кезде кәдімгідей адамдарды оятатын адамдар болып мамандықтар жұмыс жасаған еді. Ол кезде фонариктер жұмыс жасаған еді. Мысалы, дәл қазір далаға шыққан кезде шамдар шығады ғой, жарық беріп тұрады. Ал ол кезде ондай болмаған, ол кезде адамдар шамды осылай қолданып беретін мамандықтар болған еді. Ол кезде компьютерден жазатын нәрселер болған, яғни ол кезде компьютердің өзі болған жоқ, ол жерде шрифтпен арнайы осылай жазып беретін адамдар болған, тезте жазып береді. Ол адамдарды тіпті ондай профессияда жұмыс жасау үшін өте былайша айтқанда жоғары білім алған десек те болады.
почталар қазіргі таңда, енді қазіргі таңға келсек, ол 20 ғасырда болды ғой, қазіргі таңға келсек, қазір почталар, почта таситындар, почтальондар мүлде жоғалуы мүмкін. Бұл да түсінікті шығар. Қазір WhatsApp, Instagram, басқа да әлеуметтік желілер, сол арқылы сөйлесеміз, сол арқылы тілдесеміз. Ал почтальондардың жұмысы охранниктар да қазіргі безопасный тұрғыда қаншама технологиялардың дайындауының арқасында бұл маңдықты жоғалуы мүмкін. Кассирлар қазір көрген шығарсыздар, бәлкім Америкада, Еуропада кейбір дүкендер бар, ешқайда кассирсіз жұмыс жасайтын, жалпы ешқайда жұмыссыз жұмыс жасайтын мамандықтар бар. Плюс қазір көбісі онлайн уже закупка жасап отыр, онлайн продукты сатып отыр. Бұлардың барлығы болашақта кассирларда болмауы мүмкін. Меніңше осындай бір қызықты видео бізде шықты. Міндетті түрде ұнаса лайк басып кет, комментарий жазып кет, каналға тіркеліп кет. Бұл болашақ мұғалімнің каналы, арнасы. Келесі видеоларда кездескенше.